Сәлем менің алтындай болған оқырмандарым. Үлкендеріңізге сәлем бердім, кішілеріңізден сәлем алдым. Ал енді бүгін мына келіндеріңіздің настроенісі өте керемет. Санаулы күндерден соң ата-анасы келетін болғаннан кейін разы болған келінді енді бір осылай билеген қарсы алыңыздар. Ішіндегі қуанышым сыймай жүр. Енді бұйырса Алла қаласа келесі апта дейміз ғой. Бір апта қалды. Осы бір аптадан кейін бұйырса тойымыз болады. Сол тойдың қызығы мен шыжығын көру үшін маған тіркеліп алыңыздар. Тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Кезінде айтып едім ғой, әкем қарсы болған деп, мен тұрмысқа шығуыма деп. Енді кеше мамамыз звондап айтады ғой, қызыма барам деп күн санап, қолын санап отыр, қашан шығам деп жолға деп. Сол сияқты менің де ата-анамды көрмегеніме, негізі өзім жылына бір-ақ рет қана көрсеміз ата-анамды, енді қайта-қайта бара бергенде ыңғайсыздау, жылына бір рет көреміз, оған да шүкір. Тойға қызу дайындық жүріп жатыр. Енді күнделікті бітпейтін тірлік қой, өзі қазақ өзі үйге қонақ келетін кезде ғана үйін тазалаймыз ғой, өзі күндегі жасалынып жатқан тірлік болса да көзге көрінбейтін тірлік. Негізі өйстіп отырып алып сіздерге әңгіме айтқан көбіңізге ұнайды екен. Көп айтады, өйстіп әңгімені көп айтыңызшы дейді. Мен де жетеді мұндай әңгіме десең, бүгінгі қозғалатын әңгіме де күшті болайын деп тұр. Өйткені бүгін сіздерге менің әкеммен өзімнің жолдасымның екеуінің ұқсастықтары туралы айтып кетейінші деп едім. Негізі айтады ғой, әкесінің қамқорлығын, әкесінің мейірімін көрген қыз өзінің әкесіне ұқсайтын күйеу іздейді деп. Аллаға шүкір, сол әкемнің ашық мінездігі, қол ашықтығы, соның барлығы сол менің жолдасыма берілгендей. Әкемнен көретін мейірім, шапағатын бәрін осы жолдасымнан да көріп жатырмын десем болады. Әкем өзі негізі ашық мінезді, қолы ашық, кім не десе де бере салатын, әйтеуір ауыз ашы, жүрегі көрінеді дейді ғой, бәрі айтады, ақ көңілділігі, соның бәрін мен өзімнің күйеуімнен де көрем. Өйткені әйтеуір барлық жерде әйтеуір менің көңіліме қарап тұруға, барлық жерде әйтеуір мені барынша ренжітпеуге әйтеуір тырысып, әйтеуір тырышпақтап, әйтеуір жақсы жағынан жорып жүреді да. Осы жерде бір әкеме арнап бір тілектеріңізді жаудырып жіберіңіздер комментарияға. Ертең әкем келген кезде көрсетейін, менің құрметті ютубер оқырмандарым сізге осындай тілек жаудырып жатыр деп бір оқытып, бір марқайып қалсын. Осы жерде комментарияға жазып кетіңіздер. Кішкентай кезімізде біз 3 қыз болдық дедім ғой. Мамам жұмыста болатын, содан әкем жұмыстан ерте келіп қойса, мамам әбетте қайтпайтын да, мектепке шашымызды өріп, екі жаққа қақш етіп тұр өріп жіберетін ғой, болып ше. Сонда көршілеріміздің өзі айтады, мә, сәке, молодец, на қыздарының шашын қақш етіп жібергенсің деп, кәдімгідей как положено кетіп баратқанға формамызды, шашымызды бантигімізге дейін шашымызды екі жаққа өріп, бәрін істеп қақшитып жіберетін, как положено. Мамамыз жұмыста екенін білдіртпей, как положено мамамыз жібергенде ол папамыз қақшитып жіберетін ғой сабақтың өзіне. Осы жерде бір қызық жерді айтып қояйыншы. Енді папам да өзім андай, папа да тамаққа да жақсы да, тамақты әдемі күшті пісіретін. Негізі папалардың тамағы шынымен де тәтті болады, бір есімде қызық жері, есімде қалған, мамам жұмыстан келеді, біз кешкісін сабақтан келеміз ғой, енді папа үйде болған кезде, енді папа кешкісін енді сағат бәріміз 6-7-де келеміз, бәріміз қыстың күні қырауы, күн салқын деген сияқты. Сабақтан келгеннен кейін қарның ашып келеді деген сияқты. Содан бір күні білмеймін, бәріміз бір кеш келетінде, ол 7:30 ба сондай болып қалды. Содан сабақтан келсек, тамақ істеңдерші дейді та папа. Мамаға айтады, тамақ істеш, қарным ашып кетті деп, шай қош деп андай асықтырып жатыр да. Сонда үйімізде андай ақ шкаф болатын да, сол ақ шкафтың астында андай сковородка дейміз ғой, сондайларды салып қоятынбыз да. Сөйтіп мамамыз картопты ашыңдар, пиязды ашыңдар деп бізге ашытайын деп жатыр ғой. Сөйтіп мама сковородканың ішін ашып қойса, папа тамақты істеп шкафтың ішіне как положено жуылған сияқты қылып салып қойған ғой ше. Соны тамақ істемейді деп біздің эмоциямызды көргісі келді ма білмеймін ғой. Әйтеуір сол жерде қатты қуанған болуым керек, өйткені сол жері моментта сол жер қатты есімде қалып қойыпты да. Солай айта берсем папамның қызықтары таусылмас. Бұл видеода сіздерге әкемнен көрген мейірімділікті күйеуімнен де көрдім десем болады, тоқтай көрдім деп айта аламын. Аллаға да шүкір, осы күнімізге және де өзіңіздің қызықтарыңыз болса жазып кетіңіз.